Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдерің қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Бүгінгі оқу қызметіне дайынсыңдар ма? Ендеше шаттық шеңберіне тұрайық. Біз кішкентай баламыз, өсіп, өніп толамыз. Күнге қарай талпынып, көкке қолды созамыз. Әлемдегі бар адамға жақсылық біз тілейміз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі оқу қызметінде біз Сейтенов ағайдың атасының ақылы әңгімесімен танысамыз. Төкенмен келісе алмай қалушы еді. Қазір араларынан қыл өтпейтін болыпты ғой еркінім, деді бірде атасы. Қыл өтпейді дегенге түсінбедім ата, деп таңырқады немересі. Тату тәтті болыпсың дегенім ғой. Кездескен сайын кәмпит берсе, онымен кім дос болмайды? Мен ешкіммен тамақ үшін дос болып көргенім жоқ, балам. Достықтың тамыры тереңде, адал, ақылды балалармен дос бол, балам. Адамға жақсылық жасаудың өзін бақыт санайтын адамдармен дос бол, деді атасы сонда. Ал балалар, сұрақтарға жауап береміз бе? Әңгіме кімдер туралы айтылған? Дұрыс айтасыздар. Әңгіме атасы мен немересі туралы айтылған. Ал атасы немересіне қандай ақыл айтты? Дұрыс. Тек қана кәмпит үшін, тамақ үшін дос болма деді, я? Дос таңдаған кезде адал доспен дос бол. Адамдарға жақсылық жасаудың бақыт санайтын адамдармен дос бол деді, я? Дұрыс. Ал балалар айтыңдаршы, дос деген қандай болу керек екен? Жарайсыңдар. Дос саған көмектесетін, сені жақсы көретін, жақсылық жасауға әрқашан дайын тұратын адам болу керек, е? Өзіміз де балалар достарымызға солай қарауымыз керек. Оларға көмектесуіміз керек. Тек қана кәмпит үшін немесе ойыншық үшін дос болуға болмайды, балалар. Дос болғанда адал дос болу керек. Көмек керек болған кезде досыңа көмектесу керек. Және әрдайым жақсылық жасап жүру керек. Балалар, қане барлығымыз қыл өтпейді деген сөзді айтайықшы. Қыл өтпейді. Ол яғни тату тәтті дос деген мағынаны білдіреді. Бәріміз бірге атамның батасын жаттайық. Балам, балам, батыл бол, жауға шабар батыр бол, жамандықтан аулақ қаш, жақсыларға жақын бол. Балам, балам, батыл бол, жауға шабар батыр бол, жамандықтан аулақ қаш, жақсыларға жақын бол. Енді сергіту сәтін орындайық. Кім үлкенді тыңдаса, кім үлкенді сыйласа, үлкен болған кезінде сыйлы болмақ өзі де. Балалар, бүгінгі оқу қызметінде біз кім туралы әңгімеледік? Дұрыс, атасы мен немересі туралы. Ал атасы немересіне қандай ақыл айтты? Иә, кәмпит үшін дос болма, адал доспен дос бол. Басқа адамдарға жақсылық жасайтын адамдармен дос бол деп айтты. Балалар, жарайсыңдар, бүгінгі оқу қызметіне өте жақсы қатыстыңдар. Мен барлығына ризамын. Келесі оқу қызметінде кездескенше сау болыңдар.